Ассалаумағалейкум достар. Бұл видеоны мұқият көрсеңіздер, себебі өте маңызды. Кеше түскі қайтып бара жатқан оқушыларды көрдім, оқушы қыздарды. Сөйтсем, ауздарынан түсін шығарып келе жатыр. Дұрыс түсінбей қалдым да, қастарынан өтіп барып қарасам, қолдарында бір нәрсе бар. Темекі десем, темекі емес. Сосын сұрастыра келе, іздестіре келе кеше түнде Инстаграмға опрос салдым, оқушылардың пікірін тыңдадым. Қазіргі таңда көптеген оқушылар қолданып жүрген дәл осы нәрсе екен. Өздерінің тілімен одноразка деп атайды, яғни электронды темекінің түрі. Бұның бір ерекшелігі банан, апельсин, арбуз, жалпы түрлі дәмдермен қараңыздар, дәл осындай құрылғы. Бұны зарядтамайды, бұның үшін толтырмайды. Бұл жерде қарасаңыздар, 800 дейді, яғни бұны 800 рет тартуға болады. Бір темекіні 10-12 рет тартса, бұны 800 рет тартуға болады екен. Бұны көбіне бәрі бірігіп алып, бір ортада тартып жүреді екен. Оқушылардың пікірін оқып берейін сіздерге, әлеуметтік желіде салған. Бұндай одноразка қазір екінің бірінде жүреді ағай. Өткенде 14-13 жасар ұлдар кезек-кезек шегіп тұрған көргем. Вкус клубника деп отыр дейді. Одан бөлек бізде 9 класстың қыздары шегеді. Дәл осындай пікір өте көп. Міне қазір бұны бәрі қолданады. Енді қарап отырсам, көптеген оқушылар, басым көпшілік қыздар қолданады екен. Себебі қолданып жүрген қыздар да жазды. Ата-аналар болса, кеше интернетте жазып жатыр, оны маркер, флешка тағы сондай деп ойлаған. Кейбір ата-аналар өздерінің үйінде қыздарының сөмкелерінен, жалпы үйдегі бір қорапшалардың ішінен тауып алған екен, бір пачкасын, бірақ оны маркер деп ойлапты. Енді біліп жатыр, зиян никотин бар бұның құрамында. Жаңатастағы сатылымдағы орындарға келетін болсақ, жалпы көптеген жерлерді айтты, ол жерлерге бардық, білдік, сұрастырдық, 18 жасқа толмағандарға сатпау керектігі жайлы айттық, ол кісілер де біледі екен. Енді бұл бойынша жұмыстарды күшейту керек, қоғам болып, полиция қызметкерлері осыны сатылым жерін тоқтату керек, мектептік іс-шараларды күшейту керек. Әрбір оқушының сумкасында осы нәрсе жүріп жатса, бұл деген үлкен проблема ғой. Өйткені үлкен қалада, Таразда, Алматы көп қолданатын айдан анық екен. Бірақ кішкентай қалада, Жаңатаста біз дәл осы нәрсені қазірден тоқтатпасақ, ертең бұл үлкен проблемаға айналып, темекі сынды барлығымыз көзіміз үйрен қалып кетсе, іні қарындастары бар. Сол себепті осы нәрсеге барынша күресейік. Бұл нәрсе негізі түбі қайдан шықты десеңіздер, негізі түбі менімше TikToktан шыққан. Себебі TikTokта осыған байланысты трендтер, осыған байланысты видеолар өте көп. Закрой глаза, руки мамы, голос отца, улыбки детей, запах ее, это то, что роднее всего. За этот троп, shut up, сука, ведь ты не моя. Дуё полграмма не вижуся, она хочет победить. Көптеген балалар, ата-аналар кішкентай ұл қыздарына TikTokқа билегеніне қуанып, әлде телефон беріп қойып күніге риза болып отыр. Соның ішінде осындай нәрселер жарнамаланып жатыр. Кеше ғана жаңалықтан